Қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер, құрметті көрермендерім. Мен бүгін сіздермен осындай қызыл ірімшіктің қалай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәмі сондай ерекше, аузыңызда еритін, өте оңай, екі ғана заттан дайындалатын рецептісін көрсететін боламын. Ең алдымен сүтімізді қазанымызға құйып аламыз, оның үстінен айранымызды құятын боламыз. Араластырып аламыз және де астын қатты отта қоятын боламыз. Осылай қайнаған кезінде сулары бөлініп шығады. Енді қақпағын жауып 2 сағатқа қайнататын боламыз. Бізде 2 сағат өтті. Қараңыздар, біздің ірімшігіміз қызарып шықты. Және де өзіңіздің қалауыңыз бойынша құмшекер салсаңыздар болады. Мен осылай 1 кесе құмшекер салдым. Тағы да араластырып, бетін жауып 20 минутқа тағы да жай отта қайнататын боламыз. Енді бізде 20 минут өтті. Ірімшігіміз қызарып, тәтті болып шықты. Енді осылай сеткалы ыдысымызға дайын ірімшіктерімізді орналастыратын боламыз. Және де бетіне тарелкамен немесе өзіңіздің қалауыңыз бойынша басқа да ыдыстармен бетін жауып, үстінен ауыр етіп орналастырып қоюымыз қажет. Мен бұл кезде баклажкаға су құйып, үстінен басып қойдым. Және де 2 сағатқа қалдырамыз. 2 сағатта біздің қызыл ірімшігіміздің суы сырғып, қатып, әдемі болып шығады. Қараңыздар, бізде 2 сағат өтті. Ірімшігіміз әдемі болып, өзінің формасын ұстап тұр. Бізде барлығы идеально шықты. Сіздерге қазір кесіп көрсететін боламын. Осы ірімшікті ауызашарға жасасаңыздар, өте дәмді достар. Барлығы тамсанып, сүйсініп жеп қояды. Осымен менің сіздерге көрсеткен қызыл ірімшігім дайын. Барлықтарыңызға ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Барлықтарыңызға ас болсын.